Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы жеңіл әрі өте дәмді тамақ әзірлеп көрсетемін. Каналға жазылып, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдын ала қыздырып алынған майымызда тауық етін ұсақтап турап, дәл осылай қызарғанға дейін бұқтырып қуырып аламыз. Артынан ұсақтап турап алынған пияздарымызды саламыз. Пияздарымызды аса көп қуыру қажет емес, 1-2 араластырып, үстінен турап алынған шампиньондарымызды саламыз. Шампиньондарымыз дәл осылай қызарғаннан соң, артынан жасыл, қызыл болгар бұрыштарын салып, жақсылап қуырып аламыз. Аса қатты көп қуырмаймыз, артынан чеснок салып жібереміз және де сливке құятын боламыз. Егер де сіздерде сливке болмаған жағдайда, сметана салсаңыздар да болады. Артынша тұз, қара бұрыш, қалаған дәмдеуіштеріңізді салуларыңызға болады. Сливкенің пайызы менде 15% сливке қолдандым. Сметана салсаңыздар да дәмі кішкене өзгешелеу болады, но бірақ жақсы. Және де черри помидорларымызды салып 5 минуттай бұқтырып аламыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Гарнирге мен күріш дайындадым және де столға тәбетті ашатындай етіп тартатын боламыз. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер және де менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар.